Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін мен жұп-жұмсақ үлпілдек болып пісетін бауырсақты дайындаймын. Бірінші ыдысымызға жылы сүт, бөлме температурасындағы сары май, тұз, шекер салып, жақсылап барлығы ерігенше араластырамын. Жылы су мен жұмыртқаны салып, былғаймын. Ашытқы салып араластырып, ұн салып, жұмсақ қамыр илеймін. Енді үстін целлофанмен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. 1,5 сағат астам уақыт өтті, қамырымыз жақсы көтерілген. Енді осыны майлап, жақсылап илеп аламын. Қамырды енді қалауларыңыз бойынша жазып кессеңіздер болады. Мен шетінен үзік-үзік болып бөліп алып, бірден дайындадым. Барлығын осылай дайындап болғаннан кейін 15 минутқа целлофанмен бетін көтерілгенше жауып қоямын. Бауырсақтарымыз көтерілем дегенше майымызды қыздырамыз. Қатты қызған майымызға бауырсақтарымызды салып, екі жағы қызарғанша пісіріп аламын. Осылай барлық бауырсақтарды пісіріп алдым. Бауырсағым өте жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Барлығына ұнады. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.